أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن ولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى قالوا منن بقول إمام ابن حجر أسقلاني'дің İsti'dad li yevmil ma'ad, yani qaytar күнге дайындық атты еңбегінің дәрісімізді жалғастырамыз. Келген жеріміз Омар радиаллаху анхудан жеткен хадисте, ан Омар радиаллаху анху айзуд дуния бил мал ва айзул ахира би салихил а'мал. Омар радиаллаху анхудың риwayatында дүние даңқы малмен, ақырет даңқы ізгі амалмен шығады деген болатын. Енді бұл әсәрді бізге түсіндіру ретінде түсіндіріп өтетін болсақ, дүние даңқы малмен. Бұл дүние, Алла Тағала бұл дүниені жаратқан кезінде бұл дүниеге сондай бір сынақтарды, себептерді жаратты, және бұл дүниені көркемдеу үшін сондай бір әртүрлі пайдаланатын, адамзат пайдаланатын, жалпы жаратылыс пайдаланатын нәрселер жаратып қойды. Мысал ретінде айтатын болсақ, адамзат өзінің көріктігін көрсету үшін, көркем болу үшін оған жаңағыдай киім кигізеді, әртүрлі киімдер киеді, сонымен ана киім оны көріктігін ашады, адамның әдемілігін көрсетеді. Сол секілді мына өмір сүріп жатқан өткінші дүниеміз көрікті болу үшін бұл көріктілігіне Алла Тағала дүниені қосып қойды, мал мүлікті қосып қойды. Сонда бұл дүниеде адамзат сынақ болған екен. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, "Вала наблуванакум бишайин", мен сендерді барлық нәрсемен сынаймын деді. Сол барлық нәрсе, ол деген нәрсенің ішінде мал мүлік те болады, басқасы да болады, барлық жоқтық, тоқтық, аштық, бұның барлығы кіреді. Сонда Омар радиаллаху анхудың айтып отқан сөзі, мына дүниенің ішінде қысқа болған, жалған болған өмірді Алла Тағала мал мүлікпен бізді көркейтіп қойды. Қаласаң сол мал мүліктің артынан кеттағына құрдымға кете бер. Қаласаң сол мал мүлікті жина және соны Алла жолында жұмсай біл. Ал енді қаласаң мал мүлікті тәрк етіп, не істегін деді? Ақыреттің жолына, ақырет азығыңа көбірек мән бергін деді. Сонда ғалымдарымыз айтқан сөзінде былай деп келтіреді: адам, ең мықты адам, ол хадисімізге сүйене отырып, бай адам, кедей адам, бай мұсылман, кедей мұсылманнан артығырақ болады. Ал мықты мұсылман, әлсіз мұсылманнан жақсырақ болады деген болатын. Сол секілді, мына жерде ең жақсысы адам бұл дүниеде өмір сүргеннен кейін бұл дүниенің де қажеттілігін ала отырып, сол қажеттілікті өзінің ақыретіне сарып етіп отыру керек деген екен. Сондағысы бұл дүниеде адамзат бай болып отырса, және сол байлығынан зекетін шығарып, немесе сол байлығынан жаңағыдай кедей кемштерді қамтамасыз етіп, сол байлығымен мешіт салып, медресе салып отырса, бұл ақырет азығы болып есептелінеді екен. Екінші риwayatта Осман радиаллаху анху айтады: "Хаммуд дуnya зулматун фил қалб, ва хаммул ахира нурун фил қалб." Осман радиаллаху анхудан жеткен бір риwayatта дүниенің қайғысы жүректі қараңғы етеді, жүректі қарайтып тастайды, ал ақыреттің қайғысы жүректі нұрландырады дейді. Яғни бұны қалай түсінуге болады? Қанша рет адам өзінің бұл дүниедегі өткінші Алла Тағала берген сынағына сабыр ете алмай, соны қайғырумен өтсе, ол адам өзін былайша айтқанда жеп қояды. Қайғының атында тез қартаюға кетеді. Қайғының атында ол адам ауруға шалдығады. Қайғының атында ол адамда ұйқысы болмайды. Жалпы былай айтқан ақтында қайғы оған бұл дүниеде қиыншылықтың бәрін алып келеді. Ал сол секілді оның бұл дүниеде дүние үшін қайғыруы оның жүрегін ақыреттің амалынан тосып қояды екен. Бұл дүние үшін қайғырды, менде ақша болмай қалды, менде анау жоқ, досымда мынау бар, ана көршімде андай үй салып алды, ол машина мініп алды деп, жаңағыдай өткінші нәрсе үшін қайғыратын болса, ол адам ақыретінің амалынан тосылып қалады дейді. Ал кім ақыретінің амалын ойлап, Алланың разылығын ойлап, сол дүниені Алла Тағала берген ғой,
Алла беруші, Алла алушы, және бұл дүние өткінші ғой деп, жаңағы бұл дүниесінен көрі ақыреттің хайыр көрген, жақсы көрген адамға Алла Тағала жүрегіне нұр беріп қояды дейді. Сондағы Осман радиаллаху анху айтқан сөзі, бұл дүниенің қайғысымен қайғыра беретін адам, дүниенің қайғысына түскен адамның жүрегін қараңғылық басады. Ал ақыреттің қайғысына түскен адамның жүрегін нұр басады деп айтады. Сол үшін де әрдайымда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге хадисінде де келтірген кезінде, адамзат қанша ақыретті ойласа, қанша рет өзінің қияметтегі барар орнын ойласа, ол адамның несі иманы сонша арта береді, иманы сонша артқан сайын ол адамның жүрегі нұрлана түседі дейді. Ал ол адам бұл дүниедегі кішкентай болмашы нәрсесін ойлауменен, қайғырумен өтетін болса, онда ол адам бұл дүниенің артынан жете алмай кетеді деді. Сол секілді Али радиаллаху анхудың риуаятында да келтіргенде, сен дүниені қанша қусаң, ол сенен сонша қашады деді. Ал дүниеден қанша қашсаң, ол сені сонша қуады деді. Сол үшін де біз дүниені қанша қумайық, біз оған жету Алла Тағала тарапынан болатын дүние. Хасан Басриден келген бір риуаятта келтіреді. Хасан Басриге бір кісі сұрақ қойған ғой. Я имам, осы сіз еш нәрсені уайымдамайсыз, еш нәрсеге бір қайғырмайсыз, бұның себебі неде деген кезінде Хасан Басри айтады. Маған Алла Тағала тағдырыма жазған рызықты ешкімнің жемейтіндігін білгендіктен мен ол нәрсе үшін қайғырмаймын дейді. Маған Алла Тағала бір рызықты жазып қойған болса, менің сол Алла Тағала жазған рызығымды ешкім жей алмайды. Тек қана оны тек өзім ғана жеймін. Сол үшін мен одан қайғырмаймын деді. Ал менің ісімді өзімнен басқа ешкім істемейтінін білгендіктен мен өз шаруамды өзім істеймін деді. Сол секілді қияметте маған тек қана бұл дүниедегі Алла үшін жасаған құлшылығым ғана көмек беретін болғандықтан, мен бұл дүниедегі құлшылық өтуменен өзімді машғұл жаңағыдай шұғыл қыламын дейді. Әрдайым сол құлшылықпен өзімді уақытымды соған бөліп отырамын деді. Міне соның салдарынан мен бұл дүнием үшін ешқашан қайғырмаймын деген екен. Келесі бір риуаятымызда Али радиаллаху анхудан жеткен бір риуаятта айтады: "Мен кана фи талабил илми канатил жанна фи талабихи, ва мен кана фи талабил маъсияти канатин нар фи талабихи." Али радиаллаху анху айтады: кімде кім білім іздесе, ол сол білім іздесе, жәннат оны іздейді. Ал кімде кім күнәні іздесе, күнә істерді іздейтін болса, ол адамды тозақ оты іздейді дейді. Сол секілді мына жерде Али радиаллаху анхудың айтып жатқан әсәрінде де адам білімге барған сайын өзінің надан екенін түсініп, көбірек нәрсені үйрену керек екен, амалды дұрыс орындау керек екендігін біледі. Бұл деген сөз жәннатқа деген есіктің ашылып жатқандығын көрсетеді. Мына ғалымдарымыз мына сөзді келтіреді ғой. Адамзат ең алдыменен осы бұл жерде ілім деген сөзіміздегі мәселе жалпылама ілімді айтты. Екінші ғалымдарымыз көзқарасын айтады. Ухрауи ілім дейді. Ухрауи деген сөз қияметтің, ақыреттің ілімі дейді. Енді адамзат ілімге кірген кезінде, сол ілімнен енді ғана кіре бастаған кезінде ол адамда тәкаппарлық басады деді. Тәкаппарлық адамда 4 кезде тәкаппарлық кіреді деген. Біріншісі адамның келбеттілігінде, сұлулығында. Екіншісі адамның денінің саулығында. Үшіншісі адамның жаңағыдай байлық, мансабында. Төртіншісі адамның білімінде деген. Осы төртеуінде адамға тәкаппарлық келеді деді. Ол адам сол тәкаппарлығын тек қана жеңе алады, сол нәрселерден өзін алшақ ұстаса, немесе сол нәрселерді толық үйрене білсе деді. Енді ілімге көшедегісі ғалымдар ілімді көбірек мәселе ретінде қозғайды. Не үшін? Өйткені адам кішкентай нәрсені үйренсе, ой мен білемін деп, ана қасындағылардан өзін жоғары санап отырады, мен білем деп жаңағы басқалардың қатесін айтқысы келіп отырады, сол нәрсе дейді. Адам егер сол тәкаппарлық келген кезінде ілімін тоқтатпай, тәкаппарлығына берілмей, ары қарай ілімін жалғастыра өзі мудауама қыла беретін болса, онда ол адамның тәкаппарлығы сейіліп, ілім алғаннан кезінде өзінің әр ілім алған сайын өзінің надандығын түсіне бастайды деді. Сол кезде оған білім қонады деген. Қазіргі кезде мына жастарымызбен де салыстыруға болатын дүние, қазіргі жастарымыз медресесін әлі бітірмей тұрып, немесе бір толықтай бір Құран оқып бітірмей тұрып, хадистен ештеңені оқымай тұрып, ол адам тәкаппарлыққа салынып, қасына адам жинауға, былай
абыройлы болуға ынталанып тұрады. Ал шариғат дініміз ол нәрсеге қызықтырмайды, бізге ол нәрсені алып келмейді. Әрқашанда мысалға ұлы имам Абу Ханифаның өзі сондай білімді, сондай ғалым, мұхаддис, фақих деп білсек, сол Абу Ханифаның өзі білген нәрсесінде ең бірінші шәкірттермен мұшауара дейді, жаңағыдай мынандай мәселе туындады, осыған не айтасыңдар деп ең бірінші шәкірттермен кеңесіп отырады екен. Міне білімнің қандай деңгейге, адам қанша толық білім алған сайын, ол адам өзін төменге санай береді екен. Мен әлі надан екенмін ғой деп. Адам білімді кішкентай ғана алды да, сол күйі тоқтап қалса, ол адам өзін жоғары санайды екен. Али радиаллаху анху айтып жатқан сөзді, кімде-кім білімді талап етсе, оны жәннат талап етеді. Кімде-кім күнәні талап етсе, онда оны тозақ талап етеді. Білім талап ету, пайғамбар саллаллаху алейхи хадисінде де айтты ғой, Қытайдан болса да білімді алыңдар деді. Қанша машақат болса да білім. Егер сен Алла жолында білімге шығатын болсаң, Алла Тағала саған барар жолыңды, алар жолыңды жеңілдетіп қояды, сенің жолың астында періштелердің қанатын төсетіп қояды деген. Жәннатқа барардың жолының бірі ол біліммен болатын нәрсе. Ал күнәлі істерді кімде-кім істей беретін болса, оны тозақ іздейтіндігі, яғни намазы жоқ адам, ішетін, шегетін адам, ол адам бұл дүниеде де қор болады. Және ақыретте де қор болады. Ол адам ойлауы мүмкін, менде барлық нәрсе бар, барлық дүнием бар. Жоқ, мәселе, ғалымдар айтқан ғой, мәселе дүниемен шектелмейді. Мәселе деннің саулығымен де шектелмейді. Мәселе жүректің тыныштығымен шектеледі деген. Мәселе бұл дүниеде жүректің тыныштығымен. Қанша байлар бар, барлық нәрсесі бар оның. Үй десе үйі бар, машина десе машинасы бар, тағы не керек, ода барлық нәрсесі бар. Бірақ ода жүрегінде тыныштық жоқ. Ол адамда бақыт жоқ деген. Ал бір адамдар бар, кедей өзі. Кедей. Ол адам кедей, ештеңесі жоқ, тіпті үйі де жоқ. Бір күндік несібесін, рызығын әрең тауып отырған адам. Алланың берген бір жұтым нанын әрең алып отқан адам, ол адам жүрегі тыныш, міне сол адам бақытты адам деген. Сонда өткенде бір кітапты оқып отырсам, ашаршылық деген кітапты ашып оқып отырсам, біздің бір күні бір атамыз ашаршылық кезінде 30-шы жылдары, 29-30-шы жылдарда атамыз енді ашаршылық өлейін деп жатыр, түк жоқ жеуге. Сол кезде қызына айтқан екен, мына заман біздікі әйтеуір ашаршылықпен сыналдық қой, Алла Тағала тарапынан тағдырымызда ашаршылықпен сыналдық. Бұл тоқтыққа сыналғандарға қарағанда әлде қайда шүкір етеміз дейді. Сол кезде қызы, ата не айтып тұрсыз? Ашаршылықпен сыналу, аштықпен өліп оққанымыздың несі жақсы деп айтқан екен. Сол кезде атаның айтқан сөзі, аштықпен сыналған адам ешқашан Раббысын ұмытпайды дейді. Ал тоқтықпен сыналған адам ол Раббысын ұмытып қояды. Бір заман келеді, ол кезде тоқтықпен сыналады. Міне сол заман ең қатты заман деп айтқан екен. Міне бізді қазіргі кезде тоқтықпен сыналып жатқан заманымыз ғой. Жейтіннің алдыңда, жемегенің артыңда. Бұрын деген сол кезде мысалы екінің бірінде телефон бола бермейтін еді. Қазір барлығының қолында телефоны бар. Ана нанын тауып жей алмай жатқан адамның үйінде қолында телефоны бар қазір. Мысалға, олар дүниемен сыналған кезінде, тоқтықпен сыналған кезінде Раббысына қалай құлшылық қылу керек екендігін, немесе сол берілген Алла Тағала тарапынан берген рызықын Алла жолында қалай зекет шығару керек екендігін білмей, солар Алла Тағаланың несіне ашуына душар болып қалады екен. Сондықтан да мына жерде бізге келтіріп жатқан мәселемізде өте керемет айтқан дүниелер. Кімде-кім бұл дүниенің мәселесінде, яғни білім ізденіп, сол білім жолында Аллаға қарай жақындауды мақсат етсе, жәннат оны іздейді. Кімде-кім бұл дүниеде білімін дұрыс емес жолға жұмсап жатса, немесе ол адам шайтани амалдарға барып жатса, оны бұл дүниеде де жүрегі тыныш емес, қор болады, және ақыретте де ол адам қор болып өтеді дейді. Яхия ибн Муаз радиаллаху анхудан жеткен риуаятта, «Ма асаллаху каримун асара ад-дуnya ala ахираtil хаким» деген екен. Яхия ибн Муаз риуаятында былай деп келтіреді: асыл жанды пенде Аллаға асылық танытпас, шындана дүниені ақыреттен жоғары қоймас деген жаңағыдай бір кішігірім өлең шумағын келтіреді. Яғни Яхия ибн Муаздың айтып отқан несінде, асыл жанды пенде,
нағыз шынайы пенде, Аллаға құлшылық қылатын, жүрегі таза, сондай ешкімге жамандық ойламайтын пенде Алла тағалаға деген кезінде ешқашан күнә нәрсені істемейді. Алла үшін деді ма, оның жүрегі аппақ, ол адам Алла үшін деген уақытта барлық нәрсені тәрк етеді. Ал сондай бір адамдар бар, шын дана дүниені ақыретпен жоғары қоймады. Шынайы дана адам бұл дүниесінен қараған атында ақыретін ойлап отырады. Ал енді сау секілді бұның терісіне қарайтын болсақ, бір адамдар болады сондай. Жүрегім таза деп жүріп, намазға келе алмай жатқандар болады. Ой, мен ештеңе ішпеймін, шекпеймін, мен деген таптаза адаммын ғой деп тұрып, оразасын ұстай алмай жүргендер болады. Зекетін бере алмай жүргендер болады. Мына сүйексіз тіліне иелік ете алмай жүргендер болады. Сол секілді бір адамдар болады, тілінде бір үйлесімділік жоқ, тілінде үйлесімділік жоқ, сөз мәнерінде дәмділік жоқ адамдар болады. Сондай сөйлейтіндер тіліне ерік беріп, өзінің аузынан ғайбат та, өтірік та, өсек та барлық шығатындар болады. Осы айтылып жатқан адамдар бұл дүниенің ләззатына батқысы келіп жүргендер, бұл дүниеде өзіне абырой жинағысы келіп, бұл дүниеде бұл адамдар біреуден мақтау естіп қалғысы келіп жүрген адамдар. Ал бұлар бұл дүниесін ақыреттен жоғары қояды деді. Сондықтан да бізге де бұл айтылып жатқан риуаяттан алатын дүниеміз өте көп нәрсе. Алла тағала деген Алланың жолында жүргің келсе, Алланың разылығына түскің келсе, қияметте Алланың мейіріміне бөленгің келсе, онда сен міндетті түрде жүрегім таза деген сөзді тілмен ғана емес, сен жүрегіңнің тазалығын амалыңмен істеп көрсетуің керексің. Жүрегің таза ма? Намаз оқы. Жүрегің таза ма? Ораза ұста. Жүрегің таза ма? Зекетті бер. Жүрегің таза ма? Тіліңді тісте, біреуге өтірік айтып, ғайбат айтпа. Өтірік нәрседен, ғайбат нәрседен өзіңді аулақ санап, бұл дүниеңді ақыретпен салыстырма. Амаш радиаллаху анху мынандай деп риуаят етеді. Мән кана раъсу малихи ат-тақва каллати алайса алисану ан васфи рибхи динихи ва мән кана раъси малихи дуния каллати алсину ан васфи хусран динихи. Амаш радиаллаху анху былай деп риуаят етеді. Кімнің байлығы тақуалықта болса, оның тапқан діні пайдасын сипаттауға тіл жетпес. Ал кімнің діні, немесе кімнің байлығы тек дүние ғана болса, оның тартқан зиянын сипаттауға тіл жетпес. Байлық деген нәрсе, ол тек қана материалды нәрсемен ғана есептеуге болмайтын нәрсе. Айтамыз ғой, бізде де қазақта айтады, о, пәленшенің жүрегі кең екен дейміз ғой. О, қолы ашық азамат екен дейміз. Мына бір ютубта бір не бар, канал бар, Қуат, кім еді фамилиясы, ұмытып қалдым. Хамит, Қуат Хамитовтың несін өте жақсы көрем, оқыған монологтарын өте жақсы көрем, көп тыңдаймын соны. Сонда бір нені айтқан, жаңағыдай кедейшілік кезі ғой, ашаршылық кезінде жаңа бір шешен атамыз бір кедейдің үйіне келген екен. Қараса, ол кедейдің үйіне кірген кезінде ана кірген жел қалаған есіктен шығып кете бере алады дейді, қалаған тесіктен шығып кете бере алады дейді. Сондай кедейдің үйін сипаттап тұр ғой, жан-жаны шұрық тесік дейді. Сол кезде әлі кедей айтқан ғой, кедей айтады дейді, бір ғана ешкісі болған екен, сол ешкісін кімге берді дейді, жаңағы шешенге сойды дейді. Енді төсенішке, дастарханға ештеңе жоқ кезде, сол кедейдің үйіндегі анамыз басындағы ақ жаулығын шешіп, жаңағы астына берген екен, отырыңыз деп. Сол кезде әлгі шешен кісінің айтқан сөзі, жоқ, ақ жаулығыңызды алыңыз, ақ жаулықты басыңызға тартыңыз, бізде аналарымыз ешқашан ақ жаулығын шешпеген деп жаңағыда айтады ғой. Ақ жаулықты жаңағы орамалдың қасиетін, оның ұлықтылығын, ол деген нәрсе мұсылман әйелінің шәлісі екендігін көрсетіп тұрып айтып тұр ғой. Сөйтіп анамыз орамалын тағып алады, ешкісін сояды,
сосын ауылға жар салады. О, менің үйіме пәленше шешен 3 күн түнейін деп жатыр деп. Ол кезде ондай адамдар келсе бәрі келіп сұхбаттасып, дұғасын алып қалу жаңағыдай ғой енді. Сол кезде ауылдың мен деген байлары келіп, біреу түйе сойып, біреу жылқысын сойып, біреу төсенішін әкеп, біреу тағысын әкеп, енді бәрі болып жатыр дейді. 3 күн өткеннен кейін, сұхбат біткеннен кейін әлгі шешенің айтқаны бар екен. Мана ненің барлығын, алып келгендердің барлығын осы үйге қалдырыңдар деп. Осы үйге қалдырыңдар, алып келгендердің барлығын. Егер сендер шынайы ықыласпен келген болсаңдар, Алланың разылығын іздеп келген болсаңдар, осы нәрсеге қалдырыңдар деп. Әлгі нәрсені алып қалдырады, содан кейін әлгі кедей адам көп ұзамай қалған дүниені жақсы жағына жұмсауменен, әрі шешеннің жасаған дұғасы арқылы себебіменен әлгі кісі бір дәулетті, бір бай азаматқа айналады дейді. Яғни дәулетті болып кетеді да, сол себептерменен. Сонда айтып жатқан нәрсесі, адамның байлығы ол дүниемен ғана есептелінетін нәрсе емес. Ол қазақ, сондай қазақпыз. Мына араб, ислам тарихтарын оқып атсақ, ислам қазақ еліне, жаңағыдай Орта Азияға жетіп келген кезінде мынандай бір риуаятта айтады. Мен бір елге бардым дейді. Сол елге барған кезімде дейді, бір адамдарды көрдім. Өздері жүннен тоқылған бір немен үйде тұрады екен. Жүннен тоқылған киіз айтып тұр да. Жүннен тоқылған төсенішпен немесе жауылдықпен үйде тұрады екен. Үйлері ыстық болады екен. Және олардың бір артықшылығы, оларда бір қой болса да келген қонаққа соны сояды екен деді. Мен сондай адамдарға тап болдым, олар ислам дінін қабылдады деді. Кейіннен тарихқа балайынан оралып қарайтын болса, сол нәрсе біздің қазақилықтың, өздің қазақтардың несіне сәйкес келеді екен. Кейбір немеде келтірген ғой. Дәл сол тарихта, ислам тарихында олардың әйелдерінің ерекшелігі бар екен, оң жақ омыраулары кесілген екен деп айтады да. Сонда қазақтың тарихын ашып қарасақ та, бір тарихтарда сондай нәрсе бар екен. Жаңа аналарымыз жоңға шапқындығы болды, тағысын тапсын не қылған кезінде, ер азаматтар соғысқа кеткен кезінде әйелдер енді үлкен кісілерді қарау керек, тағысын балдар бар деген сияқты, отанын сақтап қалу үшін мына жебе атуға, садақпен әйтеуір қорғап қалу үшін көмектесіп тұрған екен. Сол кезде айтады, жебе атқан кезінде оң жақ омырау кедергі келтіреді екен. Сол үшін оң жақ омырауын кесіп тастаған екен да. Сонда айтады, сондай адамдар болып, үйіне қонақ келсе, ең соңғы қойын да сол қонаққа сойып береді. Өзі жатпаса да қонақты сол жерге, жылы жерге жатқызып, төсенішін бәрін соған салып береді. Сондай жерге тап болдым деп айтып кеткен екен. Мына жерде де бізге айтып отқан нәрсесі. Бұл жерден біздің көретін дүниеміз, біздің мұсылманшылығымыз, байлығымыз ол дүниемен есептелінбейді. Байлық жүректің байлығында, иманның байлығында. Мына жерде Ағмаштың да айтып жатқан нәрсесі. Кімнің байлығы тақуалығында, иманында болса, оның тапқан діні пайдасын, оның тапқан діни пайдасын тілмен сипаттауға шамамыз жетпейді дейді. Ал кімнің дүниесі тілінде ғана болса, онда оның бұл дүниедегі істеп жатқан қайғысын, азабын, немесе басқа жағын тілмен жеткізуге тіліміз не болмайды дейді, шамасы жетпей қалады дейді. Әрқашанда жүректің байлығын алуымыз керек. Суфиян ас-Саури риуаятында айтады: "Kullu ma'siyatin an shahwati fa innahu yujiya al-ghufranaha wa kullu ma'siyatin an kibri fa innahu la yujiya ghufranaha li'anna ma'siyata al-iblis kana asluha min al-kibri wa zallatu al-adam kana asluha min shahwati." Суфиян Саури риуаятында былай дейді: Нәпсі құмарлықпен болған күнәнің кешірілуіне үміт бар. Нәпсіңмен істелінген күнә, өзіңнің қалауыңмен істелінген күнәнің кешірілуінде үміт бар дейді. Бірақ та тәкаппарлықпен істелінген күнәнің кешірілуіне үміт жоқ деді. Ол кешірілмейді, тәкаппарлықпен жасалған күнә деді. Өйткені шайтан, Иблис
Алла Тағаланың лағнеті болсын, ол жәннаттан өзінің тәкаппарлығын себебі қуылды. Сол үшін Алла Тағала оны кешірмейді. Қияметке дейін кешірмейді, қияметте оны мәңгі тозаққа салады. Ал Адам алейхиссалам болса, өзінің нәпсісінің құмарлығымен жәннаттан қуылды. Жаңағы жеме деген нәрсені қалады да жегісі келіп, соны нәпсісімен қалап жеп қойды. Және бірақ Алла Тағала оны кешірді деді. Міне сондықтан да бізге ең қажетті дүниелердің бірі нәпсі құмарлыққа салынып, біреудің бірдеңкесін бүлдіріп қойып, нәпсі құмарлыққа салынып, біреудің бірдеңкесін сөйлеп қойсаң, әрине ол үлкен күнәлардың қатарына кіреді. Алла өзінің кешірімді сипатымен кешіріп жіберу әбден мүмкін. Үміт бар да кешірілуі мүмкін. Ал бірақ та тәкаппарланып, жаңа мұрнын шиіртіп, өзінің астындағыларға қарамай, мен баймын, мен мықтымын, немесе мен білімдімін дегендей тәкаппарлықпен жүретін болса, онда оны Алла Тағала кешірмейді. Өйткені шайтан өзінің тәкаппарлығымен Алланың несінен, разылығынан, Алланың мейірімінен қуылған жаратылыс болатын. Ва ахир дa'вана анил хамдулиллахи раббил аламин.